Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 13-ші сабақ жуан және жіңішке дауысты дыбыстарды өтетін боламыз. Дауысты дыбыстардың өзі қаншаға бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар, жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Тілдің қатысына қарай жуан дауысты дыбыс дегенімізді айтып көрейікші. Мысалы, а, о, о, у. Балалар, осы дыбыстарды айтқан кезде нені байқадыңдар? Тілдерің кейін қарай шегінді ме? Тіліміз кейін қарай шегінді. Олай болатын болса, тілдің кейін шегінуі арқылы жасалатын дауысты дыбысты біз жуан дауысты дыбыстар деп айтады екенбіз. Ал жіңішке дауысты дыбыстар тілдің ілгері қарай созылуы арқылы жасалған дауысты дыбыстарды біз жіңішке дауысты дыбыстар дейміз. Қане, жіңішке дауысты дыбыстарды бірге айтайықшы. Ә, е, ө, дыбыстары. Осы дыбыстарды айтқан кезде тіліміз ілгері қарай созылғанын байқадық. Сонда жіңішке дауысты дыбыстар тілдің ілгері қарай созылуынан жасалады екен. Енді бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Бәрінен де жақсы. Бір кішкене қыз көшеде анасынан адасып қалыпты. Ол анасын іздеп бақырып жылапты. Оны көрген адамдар жұбата бастады. Сен жылама. Біз сені қазір анаңа алып барамыз. Сенің анаң қандай еді деп сұрапты. Сонда қыз жылап тұрып, сіз білмеуші ме едіңіз? Менің анам ең жақсы адам. Ол бәрінен де жақсы депті. Бұл мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Кішкентай қыз қайда адасып қалыпты? Көшеде анасынан адасып қалыпты. Ол не істеді? Анасын іздеп бақырып жылады. Адамдар қызды не деп жұбатты? Жылама, біз сенің қазір анаңа алып барамыз деді. Анасы қандай адам екен? Анасы ең жақсы адам екен. Қыз оларға қалай жауап берді? Менің анам ең жақсы адам. Ол бәрінен де жақсы деп жауап беріпті. Жақсы балалар, олай болса екінші жаттығу мақалды көркем жаз дейді. Күннің шуағы жылы, ананың құшағы жылы. Дауысты дыбыстардың жуан не жіңішке екенін айт дейді. Балалар, күннің шуағы жылы дейді. Күннің шуағы сияқты ананың құшағы да жылы дейді. Біздің анамыздың құшағын сонда күнге теңестіріп тұр екен. Күннің құшағы қандай ыстық болса, анамыздың құшағы да сондай жылы деп айтып тұр екен. Қане енді дауысты дыбыстарға қарайықшы. Бұл жердегі ү және і дыбысы жіңішке дауысты дыбыс екен. Ал а, дыбысы олар жуан дауысты дыбыс екен. Дұрыс айтасыңдар. Келесі үшінші жаттығу. Төменде берілген сұрақтар бойынша өз отбасың туралы әңгімеле. Отбасыңда қанша адам бар? Менің отбасымда 3 адам бар. Олар қайда жұмыс істейді? Мен мектепте жұмыс істеймін. Ағаң, әпкең бар ма? Менің ағам бар. Оның аты Жасұлан. Өзің бос уақытыңда немен айналысасың? Мен бос уақытымда кітап оқығанды жақсы көремін. Сендер де осылай өз отбасыларың туралы әңгімелеңдер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа.